Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Айжан. Бүгін осындай дәмді тіл үйіретін жұмсақ, ортасы қуыс болып пісетін үлпілдек бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны толықтай көріп, ұнаса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: 1 стакан сүт, 1 стакан жылы су. Содан соң біз тұз, қант, ашытқымызды салып, жұмсақ, қолға жабыспайтын, қатты тығыз емес нан илейтін боламыз. Бұл рецепттің толық нұсқасын мен описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Сол жерден асықпай қарап, сақтап алып жасасаңыздар болады. Өте оңай әрі тез дайындалады. Жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Осылай мен електен ұнымды өткізіп, жұмсақ қамыр илейтін боламын. Негізі бауырсақтың түрлі рецепттері бар. Менің көңілімнен осы рецепт қатты шықты. Сіздерге де кеңес беремін. Ортасы қуыс, кәдімгі дәмді, заварной пирожныйға ұқсайтын, әдемі болып шығатын бауырсағымыз. Осылай мені жұмсақ қылып илейміз да, бетіне сұйық май жағып қоямыз. Содан соң нанымыз көтерілгенше жылы жерге 40-45 минутқа қойып қоямыз. 45 минут өткен соң нанымыз осылай әдемі болып көтеріледі. Содан соң столымызға сұйық май жағып, нанымызды біркелкітіп жайып аламыз. Тым жұқа қылмаймыз, тым қалың да қылмаймыз. Видеода көрсетілгендей қылып, оқтаудың көмегінсіз қолыңызбен ақ жайсаңыз болады. Осылай болып шығады. Өзіңізге керекті формамен жасасаңыздар болады. Мен домалақ формасын жасадым. Ол үшін бутылканың қақпағын пайдаландым. Міне осылай өстіп кесіп аламыз. Содан соң 10-15 минутқа қайтадан бетін жауып, қамырымыз демалып, сәл көтерілгенше қойып қоямыз. Сол уақытта табамызға май құйып, көп мөлшерде газымызге қойып, қыздыратын боламыз. Бетін жауып қойдым. Міне осылай қуырып бастаймыз. Бауырсағымыз өзімізмен өзі көтеріліп, сондай үлпілдек болып аударылып шығады. Осылай болып шығады. Дәмі өте